Күнгәйлі болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Рахматулла. Біреке 50 минут өтті. Хабарласқаннан болды. Қайырлы күн. Уалейкум ассалам. Таныстырып өтсеңіз. Участковый инспектор есім Руслан. Алло. Заменяющий. Ассалам. Жоқ, бұл мен өз бұлайманысыңыз. Қашанға дейін? 22 ма? Жақсы, біз мұнда әкімшілік құқық бұзушылық байқадық, фиксировать еттік. Сон өзіңіз көз жеткізіп, шара қолдансаңыз. Мына Азия кафесіне жапсарлас қосымша құрылыс нысаны ішін көріп. Мына құрылысшылар емес, жалпы ішінде не байқайсыз? Туат түсінікті. Не ол? Білмеймін, ағаш сектор ғой. Кіріп көрсеңіз, анықтай алатын шығарсыз. Мына жерде кіруге, бөтендерге кіруге болмайды. Жақсы? Көлемін жұмыстан жауатыр ғой. Сіз патруль шақырасаңыз, мына жаққа біз 50 минут болды, мынаны бәрін фиксировать етіп жатырмыз да. Өзіңіз тіркейсіз ба бәрін? Иә, десек участковый ма, тіркеп бағары қазір, мен құжаттар жинаймыз. Болды, жақсы. Түсінбеген кісілерге айтар, Кентау қаласы Панфилов көшесіндегі 52-ші үй. Мына Азия кафесіне жапсарлас құрылыс нысаны. Өткенде көрген боларсыздар, мұржалар түсірген болатынбыз, бірақ бұл мұржалардың кафенің иесі мына мұржаны 31 желтоқсанға дейін 2020-ның 31 желтоқсанға дейін дұрыстайым деп сөз берген болатын әкімдіктің алдында, бірақ ол сөзі өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ана стекловата терезе арқылы кіріп, тұрғындардың өкпесін, денсаулығына зиян келтіріп жатыр. Оған қоса жаңағы қосымша құрылыс нысанында сатылымға тыйым салынған нәрсе тұр. Бұл сексеуіл. Сексеуіл мұнда шамамен 1, 2, 3, 4, 5, 6, бір кемінде 10 шаршы метр. Қазір учаскелік инспектор келді. Қандай шара қолданатын көреміз. Мен білем, әкімшілік бұзушылық кодексінің қай бабы, қандай жаза екенін. Қазір біліктілігін тексерейік. Кентаулық қызметкердің. Не претензия бар, түсінбедім мен. Бұл жерде Қуапташыңызшы. дұрыс ғой. Жекке хабарласа жиын болып жатыр деп тұр бізге. Жиын болып жатыр деген жоқ. 196 бапты ашыңызшы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде. Бар ма байланысыңыз? Саламатсыз. Аудио және бейне жазылым жүруде, ескертіп қойын. Есім Руслан болады. Сіз жаңа кодексті ашпайсыз ба? Қайда кеттіңіз? Жоқ, мына жақта ғой, келсеңізші осы жерде анықтайық та. Жоқ, сіз біздің көзімізше сөйлесіңіз. Қазір кім біледі не? Түсінесіз ба? Арызданушы мұнда. Сіз о жақта сыбайлас па, жемқорлық болайын деп жатыр ма, біз білмейміз. Өз жерде анықтаймыз, өз жерде сөйлесеміз, куәгерлердің камераның көзінше. Жеке көзбе-көз сөйлеспеңіз. Аты жөніңіз кім дедіңіз? Кемел Руслан Маратұлы. Руслан Маратұлы дейсіз ба? Мен ешін сұрғатыз? Мен құқым жоқ па? Жоқ, құқың жоқ деп отқан жоқпын. Болады, шөрдіз арыз Шағын бойынша ма? Дұрыс па? Біз шақырмадық. Дұрыс, кім жазады шағын? Мен жасадым, мен. Шағымдану үшін. Группаға қап. Группаны жүрген. 56 минут бұрын звондағанбыз, бәрі фиксация жүріп жатыр. Біз қазір әкімшілік құқық бұзушылық кодексін ашуды сұрап тұрмын. Қазір группа келеді сол бойынша. Мен жаңа сұрадым ғой, сіз келгенде өзіңіз тіркейсіз ба дедім. Иә дедіңіз. Группа келеді қазір. Болды. Группа келіп, заң шешімін қабыл етеді. Жақсы. Камерасы сөйлеспеңіздер. Сіздерде жетон да жоқ екен. Кім біледі ана жақта ақша ұсынып жатыр ма сіздер? Жоқ. Мен айтып тұрмын ғой, содан сақ болу керек та. Сосын жұмыстан айырылып қаласыздар бостан. Істеген жоқ ештеңе. Қазір экологияға сеске жазамыз, одан кейін ары қарай жоғар кете береміз сатылар бойынша.
Вот бір ай жасап беремін деп уәде берген еді. Иә, 31 желтоқсанға дейін жасайым деген ана стекловатаны демалсаң білесің ғой не болатынын. Төлегенов Серік стекловата демалса ештеңе умайды деді. Былай келгенде жалпақ тілмен. Мынаның бәрі Тұрғынбаевқа кетеді. Уже 1 сағат болды күтіп тұрғанымызға біз. Патруль күтіп тұрмыз біз, патруль. Шақырылатын группаға арыз жазады, болды. Жақсы, келсін. Мынаның ішіне заң бұзушылық байқадыңыз ғой, ә? Байқадым. Бар ма заң бұзушылық әлде ложный ма екен? Мен қазір камераны тоқтата тұрайын. Жаңағы топты қандай? Тергеуші топ па? Қандай топ келеді? Арнайы топ келеді. Группа келеді арнайы. Арнайы топ келеді екен, тергеуші ме әлде қандай бағытта екен қазір анықтаймыз. Келген екен, қазірге тоқтата тұрайын. Мына 30 шақты ғой. Кемінде 10 куб бар ма нақта? Не істейін бұл қалаға группа? Мұның жерде жатыр. Кафенің несі ғой? Айтса Жаңғыл Рахматулла кеп тұрды. Сатып атқан жоқ ғой. Хорошо. Клиенттерін де ұстап тұру керек пе еді? Сатып алатын байқаған жоқсың ба? Енді оны мойындамайды ғой саған. Байқаған жоқсың ба сіздер өздеріңіз? Қайдан келді? Аспаннан түспеген шығар. Мұны қолпатар. Кім адамның аты жөнін керек ма? Жаңғыл Рахматулла. Мен жазылайыншы мына кісінің аты жөнін. Жазғаңыз. Жаңғыл Шекербекұлы Рахматулла. Сізді бүкіл Алматы таниды ғой сөйтсе. Мені ма? Айтып жүрген адам сіз екен ғой. Қазақстан таниды, Құдайға шүкір. Енді сізге Аха. іздеу салып жатқан сіз адамсыз ғой. Жақсы. Келсін. Шекербекұлы Рахматулла. Мені бүкіл КНБ іздеп жүр екен Алматының. Иә, сіз өткені. Сондай атыңыз шыққан адам ғой. Қай жағынан шықты? Жамбыл Шекербекұлы. Аха. Сен ба? Иә, мен аға. Не болды? Қоя беріңіз. Иә, жазайын. Мен өзім жақсы. Жо, Нұреке қоя беріңіз. Жоқ. Мен аға айтып Мен просто мына кісі. Жо, мен өзім айтып тұрмын, өзім тұрмын ғой. Ешқандай өкпем жоқ, ешкімге ешқандай әңгімем жоқ. Мына кісінің аты жөнін біліп алуым керек мен. Иә. Иә. Дәл қазір келсе өз жерден Жамбыл табады. Шекербекұлы фамилия ше? Рахматулла деп қаншаншы рет Рахматулла қайталап тұрмын. фамилияңыз ба? Тегі ғой, тегі. Рахматулла. Aa, Так, дальше. Одан кейін не керек? Кімге звонып сұралай тоқтаңыз білмейсіз. aa. Естідіңіздер ғой, Алматының бүкіл КНБС дейді, ұлттық қауіпсіздік комитеті мені іздеп жүр екен. Мен дәл қазір Кентау қаласы 52-ші үйдің алдында тұрмын. Көрейік кім шақыратын. Бар, бар. Çok қағазымды неге алып шыға, сосын бар ма, жоқ. Хорошо, істеріңіз шағымды сұратыр қазір. Не деген шағым сонда? Заңды еместігін анықтау үшін. И сосын қалай Сексеуіл, заңсыз екен білесіз қоя? Орып алу, сату. заңсыз болмайды бұл нәрсе. Тақпыны алған жеріңіз айтыңыз, и сатып алса ма, сатып Соны жоқса сатқан қандай документтер жоқ? Базада. Онда алған жеріңізді барып көреді. Сол жер адресын айтыңыз, болды. Кімнен сатып алып, кім дегеннен сатып алып. Кім дегеннен қағаз берген шығар қолыңызға. Негіз заңсыз екен білесіз қоя, Сексеуіл? Қолың шошайтпа, жарай ма? Өз басыңа артық сақына тілеп.
Жанбол рахматулла аты жөнү. Орналасқан склад ретінде ғой. Склад ретінде соның ішінде 20-30 шақты дана сексеуіл ағашы тұр екен. Қап түрде. Қап, иә. Қап деп жаздың ба или дана деп тұр? Бірінші дана қабы, қаппен қапталған да. Қаптың мөлшерін айту керек та, 20-30 ғана болса 1-2 қап болып қалады да ол. Жо, түсіндім ғой, шамамен қап деп жаздың ғой, көрсетіп жүрші. 20-30 шақты сексеуіл. Жоқ. Қаппен ба? Наврачтың ғой. Осы бойынша заңды шара қолдануды сұраймыз. Дұрыс па аға? Нұрекен көз көрмейді, сондықтан ауызша айтты, инспектор соны жазды, сонымен келісесіз ба деп сұрауда. Жо, мені деп көріспесе қолына ұстат. Көрсем көзіңіз көрмейді ма? Мен Жоқ, көрмейді. Мен. Енді Енді понятойлар шақырасыз ма? Куәгерлерді? Әлде? Инспектор осында шас қой қайтан, ә? Ар жақтан кетіп қалмайсыз қой? кеткенде болды, мына кісіге телефонда болыңыздар. Жоқ, сіз қазір шықпайсыз ба? Мына кісіден түсініктеме алып, мына шығып аға жұмыс істеймін, ағам жұмыс Жоқ, шығасыз қой мұнда. Шығамын ғой. Болды. Сағат қанша болды, Нұреке? 16:51 дейді. Қан сіздің сағатыңыз. Ойбу! Мен өзім түсі бағанадан бері. 16:51 күтек инспекторда. Қайырлы күн, майор. Видео және аудио фиксация жүруде. Жанбол рахматулла. Ескертіп қойың ғой бас. Болды, хабарласамыз. Иә. Жақсы. Звондай бермеңіз, телефон зарядында. Бригадир май, кім бұл жерде несі болады өзімен, несі жүргізіп жатыр, мен түсінбедім. Су жүргізіп жатыр. Новый линиядан. Сіз бұлата тұршы, мен сізден не отқан жоқпын. Түсінбеймін. Аға сіз, Нұреке, тұра беріңіз. Есіміңіз кім сіздің? Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Сіз өзіңіз таныстырыңыз, майор? Болады, фамилиям Асанов. Жоқ, куәлігіңіз көрсетіңіз, қызметтік. Сізге айттым кім екенді. Қызметтік куәлігіңіз көрсетіңіз, майор. Сізге кім екенді айттым ғой, болды ғой. Тоқтаңыз. Тоқтамайын мен сізге, мен короче сұрап жатырмын сізден. Жақсы. Не ғой? Кім? Өзіңіз толық таныстырудан қарсысыз ғой. Қандай өлімнен келгеніңізді айтуда. Итак, айттым ғой. Қарсы болып тұрсыз қой. Ашшы. Так, майор, кафенің ішіне кіріп баратыр, білмеймін, кафенің ішінде жалып болған жоқ. Сыртта, шағым сыртта, ішке майор кіріп, кафенің иесімен майорымыз, жергілікті адам, кафенің иесі жергілікті адам, екеу келісуде деп ойлаймын, бірақ нақты тұжырымға келе алмаймын. Қазір көрейік. Заң бұзушылық сыртта, білмеймін не үшін ішке кіріп кеткен, қазір көрейік. Инспектор, түсірдіңіз ба? Қашан санаймыз? Қашан санайсыздар? Санамайсыз ба? Жоқ, түсінікті. 20 дана дейді. 20 дана қап. Кірмесін бе, сен праваң жоқ па кіруге? Бар демал бар. Сыртынан Араға шықтық. Араға шықтық тұрық шамалы. Шырып алдық тұрыз. Түсініктемені жазып тұрыңыз. тағы арыз маскасын кимеген үшін. Маскасын кимеген үшін? Толтырыңыз, я. Көріп атсыз қой, бағанадан бері 1 сағаттан астам жүрген. Есіміз кім еді? Түсініктемені жазып тұрыңыз? Жазып тұрмын. Инспектор, мен сіз осында күтем, ар жақтан шығып кетпеңіз, ә? Қазір тұра тұрыңыз. Жігіттер, мынаның ішінде шамамен қанша қап бар? Білмеймін. Так, мен қолым мәні, бір қолым камерада. Екеуі бұлай. Мені бір қатардың өзінде 1, 2, 3, 4, 5, 12. Әр қатарда 12-ден болса, мұнда кемінде 50 қап бар. Жаңа Болат Асанов деген майор келді, өзін толықтай таныстырған жоқ, қандай қызмет атқаратын, қай бөлімшеден, жедел қызмет бөлімінен ба, әлде тергеу бөлімінен ба, қызметтік куәлігін көрсеткен жоқ.
оны көре жатарсыздар видеода. Жаңағы учаскелік инспектор иесінің, кафенің иесінің айтуынша ғана 20 деді, сол 20-ны ғана жазып жатыр, мөлшерін төмендетіп, бапты жеңілдету мақсатында. Ал ішіне кіріп өз нақты санағысы келмей тұр. Қазір күтеміз, тағы да тоқтата тұрамыз. Сағат 17:31, ең бірінші қоңырау 15:20 шамасында болған. Полицияға қазір қайтадан хабарласақ, жіберген учаскелік инспекторлері қызметін дұрыс атқармай жатыр. Бізге басқа бір топ керек. Соған Нұреке хабарласыңыз. Алло. Мен бағана ана кафе Азия бойынша звондап едім сіздерге. Сол ана жіберген участковыйларыңыз әлі уақыт созып, жұмысы толық бітіре алмай жатыр. Сіздер не лаж болса не жіберіңіздерші ана тергеуші тобын? Тергеуші бармайды онда, участковый деген сол. Ол участковыйыңыз уақыт бағана келіп еді, әлі жүр ғой, уже 2 сағатқа жоқ болды уже келгеніне. Әлі бітірмей жатыр ол. Уақыт созылып жатыр, уақыт кетіп жатыр, уақыт. Тезірек не yazдашы, уақыт өтіп бағана. Патруль жібері болмаса. Уақыт кетіп жатыр ғой, уақыт. Қанша уақыттан бері сандалып жүрмін мына жерде. Ат жөнін атасын шынай. Ат жөнін ата. Менің бе? Ананың. Сіз атын жоқ деңіз атын айтып жіберіңізші маған. Аңызда ат жөнін сұраңыз. Басым сорлайды ол көбелерден. Звондасаңызшы. Ат жөнін атасын кезекші. Кезекші ат жөнінде ата деңіз. Қызметін атасын, лауазымын. Ертал полиция кезекші болды. Кезек сіз аты жөніңізді атап жіберіңізші маған. Сіз кім боласыз? Мен тұрғыным ғой, жаңағы Панфилов көшесінің 52-ші домының тұрғынымын мен. Менің фамилиям Сүйенбаев. Кім? Сүйенбаев. Сүйенбаев па? Иә. Атыңыз? Ержет аты. Қалай? Ержет деп сізге участковый барды ма қазір? Барды ат жөнін сұрасаңыз, не қып тұрсыз? Ja, аты жөніңізді анықтап айтып жіберсін, дұрыс естілмей жатыр. Сізге анықтап айттым, Сүйенбаев Ержет деп. Бердібек па? Қалай? Ержет деймін. Есімдедім. Бопты онда. 102-24 марта 2021. Алттан 8 кетті, 15:20-да басталған шаруамыз 18:08. 3 сағат қалған минут қалды. Жүзекке хабарласудамыз. Алло. Кезекші бағана мен осы 3:20 шамасында болдым осы кафе жөнінде шағымданып жатырмын да сіздер арқылы. Соны Азия кафесі бойынша да бағана жоқ жібергендеріңіз соны енді сіз маған біліп беріңізші. Жіберген адамдарыңыз ішке кіріп кетті уже 1 сағат, 2 сағатқа жоқ болды кіргендер. Кетіп қалды ма арғы есіктен? Ол ары кетіп қалды ма, или біз күтіп тұра беруіміз керек. Мына жерде соны біліп беріңізші. Кемел. Іште ма, или кетіп қалды ма, соны біліп беріңізші маған. Жаңа Руслан Кемелұлы деген участковыйды. Жарай ма? Сол Кемел мен келдім деп өзім таныстырған Кемел болды ма, Руслан? Иә, дәл өзі. Бұл Кемел Русланның телефоны осы. Қайттан өтсін бе? 174. Біз жазып жатыр ма көш? Қосыңызшы динамикті. Іштесің бе, кетіп қалдың ба деңізші? Біз жаңағы учаскелік инспекторге звондап жатырмыз. Мына кафеге кіріп жоғалып кеткен, қайтып шықпаған, кафенің арғы есігінен шығып кеткен сияқты сол. Телефонын алмай жатыр. Кентау қаласының полиция бөлімінде берген. Инспекторге звондайық. Кезекші. Номер занят дейді. 8707. Тадан учаскелік инспекторге звондап жатырмыз. Звондайын деп. Набранные 87
Басыңыз. Барып жатыр ма? Іштесің бе, кетіп қалдың ба деп сұраңызшы. Көтерсін да бір. Көтерсе сұрайсың. Көтермейді. Сіз номеріңіз бердіңіз ғой жаңа? Иә. Жазып алдық, иә? Иә. Көтерме деп жазып қой, сақтаған шығар. Болды. Громкий досыңыз. Осылай. Көтермейді. Специально. Бар жоқ. Жүзекке звондаңыз. Барман аның ішінде еле кете берейік па деп, не істеп жатыр деп. Алло. Не ғой, кезекші? Бағана сіз маған бар ғой, ана Руслан деген участковыйдың жағы кафеден шығып кетпеген жөнінде маған хабарын беріңізші. Ол телефоным аламадым, көтермейді телефон вообще. Қазір біліп беріңізші өзіңіз. Күтейік па еле кете берейік па деп. Не дейді? Қазір дейді. Нажмите. Теперь нажмите. Клавиатура. Жүзекке хабарласудамыз. 24 марта. Учаскелік инспектор кетіп қалды ма, кетіп қалмады ма, арғы есіктен шығып кетті ма, білейік деп. Біз мына жерде босқа күттіріп тұр ма деп. Полиция бөлімшесінен келгенбіз. Не алдыңыз, хабарластыңыз ба? Звондадың ба, звондадың? Ау? Звондаймын сізге дедім. Звондаған жоқ па әлі? Жоқ, звондаған жоқ. Сол бағана бер өзіміз күтіп тұрдық та, бағана қанша сағат болды тұрғанда, сол қорытындысын білейін деп еді, не істеді? Біліңізші, сосын жауап бере аласыз ба, өзіміз звондаймын. Болмаса біз кете берейік. Блокировано. 102-ге қайтадан хабарласайын деп жатырмыз. Учаскелік инспектор кетті ма, кетпеді ма білмей үшін. Учаскелік инспектор телефонын өзі көтермей жатыр. 3 сағат 20 минут болды күтіп тұрғанымызға. Бір әкімшілік протокол толып тұрамады, хаттама. Кезекші, мен әлі звондап отырмын сізге. Не болды өзі? Бір шешіп беріңіз, біз болмаса қайтайық біз. Мен қазір звондаймын деп айтып еді, обратно звондасам, что-то көтермеді ол. Жоқ, кетіп қалыпты ма, кетпеген бе? Білмейсің. Старший мына жерде тұр, алдында тұр да сөйлесейін сол жерде. Сізге звондап тұрмын, Жай. как Біз айтып қойыңызшы, біз уже ұзақ күтіп жүрміз. Жарай. Айта беріңіз, Старшийдің номерін беріп соны жаздым, шкафтонмен сөйлестім. Арызын қабылдап, тіркеп қойған екен ғой. енді өзі қаяқта ол? Бұл арызын қабылдайды да, өзі шара көреді. Менің алдымда арыз отыр, арызын тіркеп, мен базаға құқық қойдым. Кетіп қалған ба енді? Жоқ, дұрыс қой енді соны. Кім? Жоқ, кезекші, сіз мені тыңдаңызшы. Біз мысалы мына жерде сыртта күтіп тұрмыз да, ол ішке кіріп кеткен кафенің ішіне. Түсініп тұрсыз ба? Сол біз шыққанын көрген жоқпыз ғой, сосын өзінен ауыздан естейін деп еді біз. Уже сізге барып қойды ма? Жарай, бопты. Қанша арыз апарт? А? Қанша арыз апарт дейміз ба? Құрсыншы не? Так, өздеріңіз естідіңіз, учаскелік инспектор мына есіктен кіріп, қайттан бұл есіктен шыққан жоқ, кафенің арғы бетінен жылтырып қашып кеткен адамдай болып тұр қазір. Полиция пунктіне, департаментке кетіп қапты. Арызыңыз жеткізсейді. Білмедім, 3 сағат 20 минут дәл осы жерде тұрдық, полициян келген 1 сағат күттік, енді арыз жазылды, содан кейін 2 сағат 20 минут бойы оның көрген жоқпыз десек болады. Ішке кірді, білмеймін не толтырғанын, не жасағанын. Мына қосымша құрылыс нысанында Азия кафесіне қарасты қанша ішінде қап тұрғанын, қанша сексеуіл тұрғанын, қайдан келгенін ештеңе айтқан жоқ, ешқандай хаттама толтырған жоқ біздің көзімізше. Кемел Руслан Маратұлы, менің ойымша, сосын Асанов Болат па, Болатов Асан ба, майор келді. Екеуі де
кірген жерлерінен қайтып шыққан жоқ. Көрегенде қандай шара қолданатын, кімге қатысты хабарда боламыз. Құрметпен Жанбол Шекербекұлы, рахматулла.